Баршаңызға сәлем. Бүгін айраннан жасалатын өте нәзік әрі жұқа тор көзді құймақтардың рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін барлық заттарымыз үй температурасында жылы болу керек. Алдымен 2 жұмыртқамызды жарып, қантымызды салып миксерлеп аламыз. Қанты еріп, әбден араласқаннан кейін біртіндеп сұйық майымызды құямыз. Айранға қопсытқышымызды салып, жақсылап араластырамыз. Осылай көпіре бастайды. Жақсылап араластырып, қоспамызға айранды құямыз. Сосын ұнды саламыз. Ұннан түйіршік қалмас үшін жақсылап араластырып миксерлейміз. Миксердің көмегімен араластырып тұрып, қайнаған суымызды 3-ке бөліп, біртіндеп құямыз. Яғни ыстық су құйылғанда ылғи да араластырып тұруымыз керек. Қоспамыз қатты сұйық емес және қатты қою да болмауы керек. Егерде айраныңыз қою болатын болса, онда кішкене су қосуға болады. Қызып тұрған табамызды ең алғашында бір рет қана осылай майлап аламыз. Ары қарай осылай пісіре бересіз. Бұл рецептімен өте нәзік әрі тор көзді жұп-жұқа керемет құймақтар шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бұл рецепті өте сәтті шығатын рецептілердің бірі, яғни кез келген адамнан шығады. Сіздермен болған Марияш, ұнаса лайк басып, пікір жазып, каналыма жазылып кетіңіз.